Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен үй жағдайында пончик жасау жолын сіздерге көрсететін боламын. Каналымнан алыстамаңыздар, сіздермен бірге Гаухар. Алдымен қамырын дайындап аламын. 250 мл жылы сүт құямын. Және де оған 8 грамм құрғақ аштықы, яғни дрож қосамын. Дрожымызды қосып болғаннан кейін бір ас қасық қант қосып, барлығын жақсылап араластырып аламын. Араластыру үшін мен осындай венчикті қолданамын. Дрожымыздың, яғни аштықымыз ерігенше жақсылап барлығын араластырып аламыз. Бір 10-15 минутқа көтерілгенше қоямыз. Мінекей мен жылы жерге қойдым, кішкене көпіршіктер менде пайда болды. Енді қамыр илеуге болады. Бір шай қасық тұз қосамын, және де 100 грамм ерітілген сары май қосып, барлығын жақсылап араластырып аламын. 2 жұмыртқа қосамын. Және де тағы да барлығын жақсылап араластырып аламын. Мінекей достар, осындай сұйықтық шығады. Енді маған 400-450 граммдай ұн қажет болады. Ұнды осындай еліктен өткізіп, кішкене-кішкенеден қоса отырып, қамыр илеймін. Бірден қамырдың барлығын салып жіберуге болмайды. Себебі ұнның да түрлері болады. Сондықтан өзіңіздің ұныңызға қарай кішкене-кішкене бөліктерден қоса отырып қамыр илейсіздер. Қамырымыз тым қатты да болмау керек, тым жұмсақ та болмау керек. Қолға жабыспайтын сондай жұмсақтау қамыр жасаймыз. Мен қамырым әлі жұмсақ болғандықтан мен тағы да кішкене ұн қосып жатырмын. Мінекей достар, енді ұн қоспаймын, осының барлығын жақсылап илеп аламын. Міне достар, менің қамырым дайын болды. Осындай қамыр шығады, бізде жұмсақ, әрі қолға жабыспайтын. Қамырымызды көтерілуге жылы жерге қоямыз. 1-2 сағат біздің қамырымыз көтерілу керек. Үстіне орамал жауып қойсаңыздар болады. Менің қамырым 2 сағаттай уақыт тұрды жылы жерде. Өте керемет болып көтерілді, көріп тұрғаныңыздай. Енді пончик жасауға кірісеміз. Қамырымыз толықтай дайын. Мен қамырдың барлығын бірден илемеймін. 2 бөлікке бөліп аламын. Бірінші бөлігін илеп аламын. Қамырдың астына кішкене осылай ұн сеуіп қоясыздар, жабысып қалмау үшін. Және де бетіне кішкене ұн сеуіп илеп шығамыз. Біздер пончик жасайтын болғандықтан қамырды көп илеп қоймаңыздар. Видеодағыдай илеңіздер. Осы жарайды. Қалыңдығы мінекей видеодағыдай осындай болу керек. Енді маған осындай дөңгелек бокал қажет болады. Пончигіміздің фигурасын жасау үшін. Осындай қалыңдықта болу керек. Тым қатты қалыңда болмау керек, себебі ортасы піспей қалуы мүмкін. Осы қамырымыздың өзі қазір піскен кезде көтеріледі бізде, сонда ол керемет болып шығады. Және менде осындай насадка, выпипайдың насадкасы. Осы насадкамен осылай етіп ортасын ойып шығамыз. Өте әдемі осындай фигуралар шығады бізде.
Мінекей мен барлық қамырымды жасап, фигурларымды жасап дайындап қойдым. Енді осыны барлығын қызып тұрған майға пісіріп алуымыз керек. Міндетті түрде табаныз майыңыз қызып тұру керек. Әйтпесе біздің пончиктарымыз майды сорып алады. Және де пончикті міндетті түрде орташа отқа пісіресіздер. Сол кезде біздің пончигіміз керемет болып, ортасы барлығы пісіп шығады. Шикі болмайды. Пончигімізді айналдырған кезде арнайы ағаш таяқшаны пайдаланған жақсы. Бірақ менде ондай ағаш таяқша бітіп қалғандықтан мен осындай құрал пайдаланамын. Мінекей достар, осылай болып біздің пончигіміз піседі. Барлық пончигімізді пісіруге дайын қалды. Мінекей достар, осындай керемет әдемі болып, осылай болып, қызарып, керемет болып пісті. Енді пончигіміздің бетіне біздер глазурь жасаймыз. Ол үшін қайнап тұрған суға шоколадты ертіп аламыз. Былғап тұруыңыз керек, және де жарты ас қасық сұйық май құюыңыз керек. Мінекей достар, менің пончигім дайын болуға қалды. Мен глазурімді ертіп суытып алдым. Енді пончигіміздің бетін осы глазурмен әсемдейміз. Шоколадты глазурға осылай әр пончигімізді батырып ала отырып, осылай бетін әсемдейміз. Мен бір ғана шоколад пайдаландым, сондықтан маған аз болды бұл шоколад. Келесіде 2 шоколад қолданатын боламын. Мен балдарым жейтін болғандықтан пончикті мен осындай ақ түсті шоколад қолдандым. Және де осы шоколадтың үстіне краситель, яғни бояғыш, пищевой краситель қосамын. Ашық қызыл түстес краситель. Сол кезде менің глазурімнің түсі осындай ашық қызыл түсті болып, әдемі болып шығады. Мен глазурім кішкене аз болғандықтан мен сұйық май қостым оның үстіне. Осылай пончигімізді глазурға батырып аламыз. Манағыдай етіп барлығын жасап шығамыз. Мінекей достар, менің пончиктарым дайын болуға қалды. Енді әсемдеуіне мен осындай кондитерлік посыпкаларды қолданамын. Сіздер өздеріңіздің ұнатқандарыңызға қарай шоколадтың үгінділерін, жаңғақ, немесе тағы да басқа өзіңізге ұнатқан затыңызды пайдалансаңыз болады. Мен бүгін балдарым жейтін болғандықтан осындай әдемілік үшін және де дәмді болу үшін осындай кондитерлік посыпкаларды қолданамын. Өте әдемі және де өте дәмді болып шықты. Біздің пончиктарымыз өте жұмсақ, қамыры керемет болып шықты. Мінекей біздер қазір дәмін көрейін деп жатырмыз, қызымыз екеуміз. Өте дәмді керемет болып шықты достар. Менің видеом ұнаса, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар, және де біздің каналға міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар достар. Менің каналымна кездескенше сау болыңыздар.